Еліміздің басқа қалаларына да карантин енгізілуі мүмкін. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысында осындай мәселе көтерді. Бірақ бұл әлі қарастырылатын шаруа. Ал карантин жұмысынан қандайда бір табыс көзінен қағылған азаматтарға жәрдемақы төленбек. Жалпы осы коронавируспен күреске үкімет 4 триллион 400 миллиард теңге жұмсамақ. Тоқаевтағы не тапсырды? Астаналық тілшіміз Ербол Тұрымбет тарқатып айтады. Карантинге жабылған және өзге де ірі қалаларда дезинфекциялық жұмыстар жүргізуге енді қарулы күштер тартылмақ. Оған қоса төтенше жағдай режимі кезінде қоғамдық тәртіпті сақтау үшін армия мен ұлттық гвардияны да жұмылдыру көзделіп отыр. Ал карантинге жабылатын 3-ші қалаға қатысты әзірге байлам жасалған жоқ. Мемлекет басшысының бүгінгі жиында қозғаған мәселелері толығымен осындай алдын алу шараларын күшейтуге арналған. Ал нағыз өрттің ошағында жүрген жандарға құрмет ерекше. Алдыңғы шепте дәрігерлер, полицейлер мен басқа да мамандар демалыссыз жұмыс істеп жатыр. Үй үшін көрместен өздерін қатерге байлап жүргендеріне қарамастан өзінің азаматтық және қызметтік парызын өтеп келеді. Сіздерге шын жүректен алғыс айтамын. Үкімет пен әкімдіктерге қосымша қаржы қарастырып, дәрігерлер мен полицейлерге және коронавируспен күреске жұмылдырылған басқа да мамандарға бір қызметтік жалақы көлемінде сыйақы беруді тапсырамын. Төтенше жағдай кезінде несиелердің өсімпұлдары ғана емес, жалпы несие төлеудің өзін тоқтата тұру керектігін айтып, Тоқаев енді банктерден соған лайық жауап күтіп отыр. Соңғы мәліметтерге қарағанда, төтенше жағдай режимі салдарынан Алматыдан 102 мың адам мен 18 мың көлік кетіп қалған. Оларды енді жұмыспен қамту мәселесі туып тұр. Сондай-ақ, елдегі жағдайдың кесірінен Алматы мен елорда кәсіпорындарында шамамен 500 мыңдай адам қысқарып қалған. В связи с введением карантина Төтенше жағдай салдарынан табысынан айырылған тұлғаларға ай сайын ең төменгі жалақы көлемінде, яғни 42 500 теңге ақы төлеуді тапсырамын. Барлығын қоса алғанда еліміздің 1,5 миллион азаматына осындай көмек көрсетіледі. Қажет болып жатса, қолдау көлемін арттыруға мүмкіндігім жетеді. Сондай-ақ, шағын және орта кәсіпкерлік нысандарына барлық несиелерін төлеу төтенше жағдай кезінде уақытша тоқтатылады. Оған қоса, салығы да ешқандай өсімпұлсыз 3 айға шегеріледі. Ал елдегі доллар бағамын тұрақтандыру үшін ұлттық банк пен үкіметке және квази мемлекеттік компаниялар басшыларына экспорттан түскен пайдасының бір бөлігін елдің қаржы нарығында сатуды тапсырды. Айта кетейік, соңғы мәліметтер бойынша елімізде коронавирус жұқтырғандар саны 62-ге жетті. Оның 26-сы Алматыда, 32-сі елордада. Қарағандыда 2 адам, Алматы мен Ақтөбе облыстарында бір адамнан. Ал қауіпті індетпен күресуге 4 триллион теңге немесе 10 миллиард доллар бөлініп отыр. Ербол Тұрымбет, Саид Тастанов, КТК.